Педагог туралы мәлімет. Сатыбалды Жанель Ардақызы. Екі мың 12-2020 жылдар аралығында Таңбалтас ауылындағы орта мектепке дейінгі шағын орталығымен кімінде білім алдым. Оқушы кезімде түрлі сайыстарға белсене қатыстым. Біліктілігім мен шапшаңдығымды танытып, жүлделі орындарға ие болдым. 2020-2024 жылдар аралығында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті құрамындағы кәсіби білім беру колледжінде оқыдым. 2024 жылы білім алған ұяма келіп еңбек жолымды бастадым. Биылғы жылы 1А сыныбына жетекші болып, кішкентай балапандарға ізденіске толы әрі үздіксіз білім берудемін. Ұстанымым білім, болашаққа жол, еңбек жетістікке басу. Ал біліммен қаруланған еңбек жемісті болмақ. Жұмыс барысындағы кедергілерім. Бірінші, жаңартылған бағдарлама, КМЖ әзірлеу, сабақтың мақсатын анықтау, тапсырма мен дескриптор құрастыру. Екінші, кәсіби біліктілік. Теория мен тәжірибенің ұштастырылмауы. Үшінші, коммуникация. Қарым-қатынастағы тәжірибенің жеткіліксіздігі. Жұмыс барысындағы кедергілерді шешу жолдары. Бірінші, біліктілік арттыру курстары, семинар. Екінші, білікті ұстаздар мен тәжірибе алмасу. Өз білімін жетілдіру. Мен білімімді жаңартуға ұмтылу мақсатында маусым айының соңы, шілде айының басында заман ағымына сай болу үшін, кәсіби шеберлікті арттыру үшін курс оқыдым. Ізденіс пен кәсіби өсу жолында. 2 маусым мен 13 маусым аралығында мұғалім үнемі ізденісте болып, өз білімін жетілдіру арқылы сапалы білім береді демекші кәсіби шеберлікті арттыру мақсатында арнайы курс оқыдым. Білімін жаңартуға ұмтылу табыстың кілті. Бастауыш сыныптағы үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс ұйымдастыру жолдары атты мақаламды Мега білім журналына жарияладым. Мақала жариялай отырып, мен өз тәжірибеммен бөлісуді, әріптестеріме ой тастап, кәсіби дамуға үлес қосуды мақсат еттім. Ашық сабақ, кәсіби шеберліктің алаңы, мен мектепшілік ашық сабақ көрсету арқылы өз кәсіби шеберлігімді жетілдіріп, әріптестеріммен тәжірибе алмасуға мүмкіндік алдым. Бұл тәжірибе мен үшін жаңа бағытты ашып, үздіксіз ізденіске жол сілтеді. Аймақтық тәжірибе тарату, кәсіби дамуыма серпін берген мүмкіндік мен үшін аймақтық деңгейде тәжірибеммен бөлісу үлкен жауапкершілік әрі шабыттандыратын сәт болды. Кәсіби пікір алмасу арқылы өз білімімді толықтырып, жаңашыл бағытта ойлауға үйрендім. Жетістік табандылық пен еңбектің жемісі. Оқушыларым республикалық Ақбота зияткерлік олимпиадасы қатысып, жүлделі орындар алды. Әрине, бұл оқушыма берген білімім мен еңбегім, ал оқушымның талпынысы. Бұл жеңіс тек бастамасы. Жасанды интеллект білім берудегі жаңа мүмкіндіктердің кілті.